Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздермен балғын қуырдақ жасайтын боламыз. Бізге керегі ет. Мен жылқы мен қой етін алдым. Пияз керек 2 штук, картошка, су 1 стакан және тұз керек. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып кетіңіз. Міне осылай еттерімізді ірірек етіп турап аламыз. Мен жылқының майын бөлек турадым. Майыңызды осы қызып тұрған майға алдын ала еттің майын қуырып шыжғырып алсаңыз, тамақ дәмді болады. Майдың дәмі шығады тамаққа. Міне жылқының етін турап болғаннан кейін қойдың қабырғаларын алдым мен. Бөлікке бөліп етімізді осылай турап аламыз. Міне қызып тұрған майымызға ең бірінші осы туралған еттің майын алып жақсылап қуырамыз. Үстіне дайын болған майымыздың үстіне етті салып, оны да қызарғанша әдемілеп қуырамыз. Мен ет қызарғанша қуырып, үстіне 1 бокал су құйдым. Сөйтіп, етін жауып, астын басып қойдым. Жарты сағат бұқтырдым суға. Жарты сағаттың ішінде қайнап, суы шығып, әдемі болып тұрған етіміздің үстіне пиязымызды әдемілеп турап, екі бас пияз алдым, үлкен-үлкен, 1 тарелка шықты. Соны қазір еттің үстіне қосып қуыратын боламыз. Ал картошкамды осылай ірі етіп, езіліп кетпес үшін. Шамамен 1,5 кило картошка болды менде. Етімде шамамен 1,5 кило болды. Міне пиязымызды салып, әдемілеп сап-сары болғанша қуырамыз. Қуырып болған пиязымыздың үстіне картошкамызды саламыз. Достар, менің басқа да видеоларымды қарап, үйіңізде дайындасаңыз болады. Ыстық тағамның неше түрі бар, торттар бар. Және де салаттардың неше түрі. Күнделікті әртүрлі рецепттер салатын боламын. Мен осы картошканы жарты сағатқа картошка пісу үшін астын жай қойып, қазанның бетін қиғаштап асып қойдым. Міне тамағымыз дайын болды. Өте жұмсақ, балғын, сулы, ең дәмді қуырдақ менікі деп қояйын. Міне тамағымыз дайын, өте дәмді болды. Бармақ жалайтындай дәмді тамақ. Сіз де үйіңізге жасап, үйіңіздегілерді қуантып қойыңыз. Ал бізге ас болсын. Сіз де жасап көріңіз.